Даяна бүгін тіс докторда уколын салып аузына сөйтіп қойды. Енді докторды күтіп отырмыз. Ойланып отыр, ауырама ауыртпай ма деп отқанша. Қарамайды ау, қарамайды. Не ойланып отыр екен, а? Не ойланып отыр екен? Не ойланып отыр деп ойлайсыңдар? Достар, қандай күшті, қазір барлығы дамыған заманда міне тісіңді істеп жатады, және өзің дәу телевизордан тісіңнің жағдайын көріп жатасың. Түк ауыртпайды. Келіп тістеріңізді емдетіп алыңыздар. Менің тісімді 3 дәрігер емдеді. Жаңағы өте керемет, ауыртпай, күшті қылып емдеді. Маған ұнады. Егер құрттаған тістерің болса, сендер де қорықпай келіп емдетіп алыңдар. Мінекей, мынандай аппаратпен тексереді. Түк қорықпадым мен. Басың құлағыңа, маңдайыңа мынандай қатты итеріп тық қояды да, сосын кейін барып айналдырып, аппарат айналып істеп жатқан кезде музыка айтып тұрады. Күшті болды. Бұл жаңағы тісіңнің қандай деңгейде өсіп жатқанын біледі екен бұда. Көреді екен, тістерінің түбі жақсы ма? Достар, қорқасыңдар ма сендер? Мен қорықпадым. Бірақ бір түрлі екен, аппаратта бір өзің бір бөлмеде қалған. Сендер қалатын бедіңдер. Мінекей, менде қимылдамай тұрдым. Сөйтіп мені айналдырып түсіріп алды. Күшті болды. Ол жерін мамам түсірмепті. Мінекей, тісімнің меркасын алып жатыр. Тістерім жақсы ма, қисық па, түзу ма, соны көреді екен. Тістерім жақсы екен. Енді арғарап толық емделетін боламын.